Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Әсия. Бүгін өте дәмді әрі тез дайын болатын, яғни табада, сковородкада пирог дайындайтын боламыз. Өте оңай және де үйдегі бар өнімнен жасалады. Ең алдымен керекті өнімдерімізді дайындап аламыз. Бізге керегі айран, бөлме температурасында болу керек, және де 2 жұмыртқамызды жарып салып, жақсылап араластырып аламыз. Ендігі кезекте 2 шай қасық шекерімізді салып, тағы жақсылап араластырамыз. Бір шай қасық қопсытқышымызды қосамыз, үстінен 3 ас қасық ұнымызды елегіштен өткізіп, жақсылап араластырамыз. Мінекей бізде осындай массамыз дайын болды. Ендігі кезекте алмамыздың сыртқы қабығын ашып, майда кубик етіп турап, осы салмамыздың ішіне салып араластырып пісіретін боламыз. Осындай қоймалы массамыз дайын болды. Келесі кезекте отымызға сковородкамыз табамызды қойып, оливковый масло немесе сұйық майымызды жай жағып аламыз. Және де дайын салмамызды салып, баяу отта 10-15 минут бір бетін пісіреміз, екінші бетіне аударып, тағы 10-15 минут пісіріп алатын боламыз. Он 15 минут өтті, асты пісті, енді үстін астына аударатын боламыз. Яғни осындай тарелкенің көмегімен аударсаңыздар болады. Келесі бетінде дәл солай 15 минут баяу жай отта қақпағын жауып пісіретін боламыз. Мінекей біздің сковородкада піскен пирогымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әрі тез, оңай дайын болады. Үйдегі бар өнімнен дайындай аласыздар. Менің каналымдағы рецептілерді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, колокольчик все батырмасын басуды ұмытпаңыз. Және де мені қолдай отырып, комментарий, лайк басып
отыруыңызды сұраймын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сіздермен бірге мен Әсия, алда әлі де көптеген рецептлер түсіретін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.